негізі адам күн сайын таңертең оянған кезде жаңарып оянады. Біздің әрбір клеткамыз жаңаланады. Каждый утро Құдайдың нығметі сол. Сіз оны ойбай қалай жаңартамын, қалай тәнімді қалай жаңартамын, клеткамды қалай жаңартамын деп сіз ойланбайсыз. Это происходит автоматически. Алла тағала ол функцияны сізге уже салып берген да. Ал біздің жанымыз бар ғой, жаңаруға қатты мұқтаж, білім алуға мұқтаж, сондай жанымыз бар. Сол жанымыз жаңару үшін біз не істейміз? Біз ештеңе істемейміз. Өздігінен жаңармайды адамның рухы, рухани жаңғыру. Біз айтамыз ғой, энергиядан тұрамыз. Көп біздің бөлігіміз энергия. Мына материя 1% болса 99% энергия. Энергия атомдар бөлшектерден, бөлшектер субатомдық бөлшектерден физика кете береді. Сол үшін біз энергиямыз үшін не істеп жатырмыз? Қандай әрекеттер жасап жатырмыз? Осындай әрекеттер жасап тұру керек. Қазір тем более қазіргі жер бетінің шуман резонансы бойынша жер бетінің вибрациясы жоғары болып тұр. Адамдардан да соны талап етіп жатыр. Енді осы жер бетінің шуман резонансын зерттейтіндер айтып жатыр, 26 наурыздан кейін вообще күшті өзгерістер болады деп әлемде адамдардың жеке бастарында жақсы сөз көп айта беру керек осы вибрация жоғары кезде. Кеше мен өте үлкен ақша табатын қызбен кездестім да, соған айтып жатыр, екеуміз әңгімелестік та, үлкен ақша табудың құпиясы. Әр адам өзінің батылдығы, рұқсаты жеткен ақшаны ғана табады. Ана қыздың батылдығын айта алмаймын мен, зумер ғой. Зумерлердің батылдығын айта алмаймын мен. Бізде көп күмән бар, көп сомнение бар, ода вообще күмән жоқ. Аудитория мені тыңдауға дайын. Аудиторияның ақшасы бар. Мысалы мен курс сататын кезде, курс дайындап жатқан кезде, оның бағасын қоятын кезде мен айтамын, халықта қазір ақша жоқ қой. Менің сабағымды 100 мыңға сатып алғанша лучше сол 100 мыңға кредитін жаппай ма деп ойлаймын да. Ол менің ғана пікірім. Керек адам алады. И мен сөйтіп ойласам, халықта ақша жоқ деп ойласам, сен тура сол ойыңа сәйкес сен аудиторияны жинайсың немесе сен вообще сата алмайсың. Сондықтан да сіздер егер сататын болсаңыздар, халықта ақша жоқ деген ойды мүлдем шығарып тастаңыздар. Қазір қиын кезең дегенді мүлдем, барлық адамда сауда жоқ, кризис болып жатыр дегенді ойдан шығарып тастаңыздар. Мысалы мен мен қарадым да кеше, қазақша шапандар сататын дизайнерлердің шапандары өте қымбат тұрады. Мен солардың заказын көріп шок болдым ғой. Ана 100 мың теңгелік 100 мыңнан жоғары, даже 200 мыңға баратын қымбат шапандарды очередь қой, очередь. Дайындалу уақыты, наличие жоқ, өтіп кеткен, сен оны заказ беру үшін лист ожиданияға тұрасың деген сияқты. Содан мен ойлап қоймай, халықта ақша бар екен ғой деп ше. Это просто мои мысли, менің шектеулі ойым. Так, мына жақта нелерді жазып бір оқып жіберейін. Медитация кезінде ұйықтап қалуыңыздың себебі, сіз жатып жасайсыз. Медитация кезінде міндетті түрде отыру керек. Апрельдегі бағасы әлі белгісіз. Ол жердің ішінде топтық терапия бар, оның ішінде пакет медитация бар, оның ішінде видео сабақ бар. Ол кәдімгі ауқымды, ол кәдімгі трансформация жасайды. Ол формуладан да терең. Жаныңызға бірден жасаттыңыз ба, апат бар? Жоқ, менің жағым всегда осылай, кішкентай кезімнен осылай. Осы соңғы 1-2 жылда мен қатты арықтадым. Медитация жақсы істеп жүрмін, но осы оразадан бастап істемей қойдым, өзімді істете алмай жатырмын. Мидың қарсыласуымен қарсыласа береді. Жаным, мен тәніме сіздің тәтті сөздеріңіз зор әсер етеді. Рахмет. Очень приятно. Мысалы, беттәніне айтыңызшы, қандай сөздер айтады. Менің жүзім сұлу, менің жүзімнен нұр төгіліп тұр, мен өзімнің түрімді жақсы көремін. Жаным, менің мұрындарым қандай сүйкімді, көздерім қандай, маған бүкіл әлемнің кереметін көруге мүмкіндік беріп жатқан. Жаным, менің көздерім деп жылы сөздерім, еріндерім менің қандай нәзік, әдемі, жақсы сөздер айтатын. Тісім менің деп айта бересіз ғой. Балаңызға қандай күшті еркелету сөздерін айтасыз, балаңыз қалай қуана түсуді қатты жақсы көріп кетеді сізді. Одан кейін сол сияқты тәніңіздің әрбір бөлшегіне, менің шипа медитациямда, шүкірлік медитациям бар, дененің әр бөлігіне рахмет айтатын, жақсы сөздер айтатын. Наурыз құтты болсын, Айнара Байжан тегі. Рахмет, бірге болсын. Наурыз көжені кеше істедім, кеше жеп қойдық. Ана етті салып атқан видео түсіріп, ары қарай түсірмей қойыппын. Мобилограф алып едім, мобилографым Ташкентке кетіп қалыпты. Мобилограф алып өмірімде бірінші таңда переход видео жасадым ғой еще мен. Оның 14 000 просмотр алды. Ладно, ничего страшного. Менің аудиториям жақсы әңгімелерге үйренген, сабақ экспертный видеоларға үйренген. Ал не лайф видео салсам онша атпай қалып жатыр. Сол сұрақтарыңыз қандай? Жаңа бір маңызды бір ой келді ойыма, соны айтуға ұмытып қалдым.
энергия көтеру туралы. Энергия көтерудің ең басты маңызды жолы ол энергияңызды алып тұратын адамдардан бас тарту. Солармен энергияңызды жейтін энергия вампирлер болады ғой, сол адамдармен байланысқа түсуден бас тарту. Мысалы біз көп ортаға барамыз, көп жаңағыдай қажет болсын, өзімізге қажет болмас, қызық болсын, қызық емес болсын, бір орталарда жүреміз деген сияқты фильтрлеу керек. Біздің адамның энергиясын көбінесе соратын адамдар, негатив айтатын адамдар бар, өсек айтатын адамдар бар, иә. Сол адамдарды фильтрлеп отказ беріп үйрену керек. Мысалы шақырды ма, одан менде қолым тимей жатыр деген сияқты. Сосын энергияны көтеру, медитация арқылы энергияны көтеруге болады. Адамда 7 энергоорталық бар. Бірінші энергоорталық біздің төменгі жақ, төменгі бірінші чакра деп айтады. Екінші энергоорталық кіндігіміздің асты. Үшінші энергоорталық кіндігіміздің үсті. Төртінші энергоорталық солнечное сплетение, мына жер жүректің тұсы. Бесінші энергоорталық горловая, тамақ. Алтыншы энергоорталық третий глаз. Жетінші энергоорталық шишковидная железа, ми. Осы 7 энергоорталықтың әрқайсысына біз внимание бар ғой, назарымызбен внимание беру арқылы біз оның энергиясын жоғарылатамыз. Мысалы үшін біз иттакта бұл туралы ақпарат білмесек те, біз төменгі 3 энергоцентрдің ғана энергиясын көтеріп жүрміз. Ол не? Ең төменгі энергоорталық. Ол біздің тірі қалуымызға көмектесетін энергоорталық. Энергоцентр деп айтады. Оны біз істейміз, тамақ ішеміз, дәретке сындырамыз, көбейеміз, иә. Малдар не істейді? Адамдар да тура соны істейді ғой. Тура сол бірінші энергоорталық соған жауап береді да, көбею, тамақ ішу, дәрет сындыру. Одан кейін келесі орталық, екінші энергоорталық, ол жаңағы кіндіктен төмен қарай. Оның да бір функциялары бар. Үшінші энергоорталық, жоғарғы энергоорталық, оның да бір функциялары бар. Ол біздің тірі қалуымызға жауап беретін функциясы, алғашқы 3 энергоорталық. Біз сол 3 энергоорталықтың ішінде жүрміз да, назарымыз сонда. Ал мына жақтан бастап уже жүрек, жоғарғы энергоцентрлар, жүрек ашу, иә, жақсы сөз айту арқылы миды качать ету, тағы не бар. Сол осы жоғарғы энергоорталықтарды қуаттандыру арқылы біз тек қана тәніміздің емес, жанымыздың қалауларын орындаймыз. Жанымыз көп нәрсе қаламайды негізі ше. Біздің жанымыздың қалауы, адамда рух бар, рух пен жан бар, және тән бар ғой. Біз көбінесе 3 энергоорталық арқылы біз тәніміздің энергиясын беріп жүрген, тәніміздің қалауын орындап жүрміз. Киіндіріп жатырмыз, иә, тамақтандырып жатырмыз, жуындырып жатырмыз. То есть ең төменгі 3 орталық үшін жұмыс істеп жатырмыз. Ал жоғарғы сана, жоғарғы парасат, пайым деген нәрсенің барлығы жоғарғы энергия. Рухани даму керек, рухани өсу керек, білім алу керек. Мысалы бүгін мен андай нәрсені естідім да, Құрманғазы ұстаз деген бар ғой. Сол кісі апта сайын сабақ береді екен, офлайн. Сол кісінің сабақтарына баруға болады екен. Жаңағы орта, мен бүгін көрген орта, сол кісіден сабақ алады екен. Ол кісілердің әңгімелері енді дін шеңберінде, бірақ маған жақсы әсер етті да. Соны ойлап қалдым, маған сондай бір ұстаз керек екен, барып тұратын аптасына бір рет, жаным үшін, жоғарғы энергоцентрларым үшін деп. Одан білім алу керек. Мысалы, мен арасында немді ұмытып кетпейін деймін да, жоғарғы энергоцентрларымды ұмытып кетпейін деймін да, мен мысалы Тони Роббинстің «Разбуди в себе исполину» деген кітабын оқымаймын. Меніңше қазір басынан аяқ кітаптар бітіп парақтап оқымаймын. Әр жерінен жұлып оқимын. Бірақ бір инсайт табамын. Не болды? Көзім ауырып жатыр. Түсіріп жібер, сосын қояды. Пижаманы алып кел, пижаманы киеміз. Сосын шариғат туралы мындай, шариғат туралы, мынау «Разбуди в себе исполину». То есть түк ештеңке істей алмаймын, деймін, энергиям жоқ деген, хотя бы күніне 2 бет осындай рухани әдебиет оқыңыздар да, жоғарғы энергоцентрларыңызды қуаттасаңыздар, сол жаққа қарай неңізді, назарыңызды берсеңіз, сізде энергия жоғарылайды. Барлық чакра жабылып қалса, адам өліп қалады. Жолдасым не дейді, жаңа бір жолдасыммен достасу үшін істеу керек, ренжісіп қалдық. Смотря не үшін ренжістіңіздер, не себеп болды? Любой нәрсе әңгімелесу арқылы шешіледі ғой, арасында әңгімелесесіз, болды. Любой проблеманың шешімі отырып әңгімелесу, айғайласу емес, бет жыртысу емес, төбелесу емес, әңгімелесу. Сезімді иесіне қайтару. Сіздің қазір жолдасыңызға қатысты қандай сезімдер туып тұр, сол сезімдерді жолдасыңызға қайтарыңыз. Отношение — это относить чувства по адресу. Қарым-қатынас сезімдерінің қарымтасын қайтару. Сондықтан сезіміңіздің қарымтасын қайтарыңыз, ашық сөйлесіңіз. Бітті бәтима. Күйеумен ұрысу нормально ғой?
Күйме ұрсуды норма деп қабылдаймын. Ұрсытпау керек. Sok bir. Сок жоқ қой үйде. Ертең аламыз. Mami. Mami nasıl yapıyor? Бар пижамаңды алып кел қызым. Сол қыздар. Терапияның орнын медитация алмастыра ма? Алмастырмайды. Терапиялық әсері бар медитациялар алмастырады. Жай медитация, кез келген медитация алмастырмайды. Медитацияның түрі бар ғой. Мысалы үшін, психологияда неше түрлі құралдар қолданады ма? Карта қолданады, иә. Фигуралармен жұмыс істейді. Топтық терапия бойынша фигуралар қойып, фигуралармен жұмыс болады. Ататекпен жұмыс, ататектің травмаларын ашу, оны трансформациялау, мама-папа терапия, неше түрлісі бар ғой енді. Сондай сияқты бір құрал медитация. Медитация арқылы белгілі бір запростарыңыздың шешімін табуға болады. Сосын мынандай бір сенім қалыптасып қалғанда, ұзақ терапия керек деп ше. Ұзақ терапия жасауым керек. Кейде адамдар әртүрлі, адамдардың травмасы әртүрлі, адамдардың көрген өмірде көрген естеліктері әртүрлі. Соған сәйкес адамдарға әртүрлі терапия қажет. Біреуіне ұзақ мерзімді, біреуіне бір реттік әңгімелесуден өзін жақсы сезініп қалатын болады. Біреулер медитация көмектеседі. То есть это индивидуально ше. Разбуди в себе исполина. Таптың аты. Шариғат үкімдері. Рилс супер шықты, рахмет. Мен мамама көмектесіп ауылға келіп едім, қонақ шақыратын болғасын, соған кеттің деп ренжіп жатыр. Мен мамама көмектесіп ауылға келіп едім, қонақ шақыратын болғасын, соған кеттің деп ренжіп жатыр. Енді ренжіту ғой, үлкен кісілер көп ренжітмейсіз. Внимание. Қалайды. Өлең айтпадық па дау? Жоқ, айтпадық. Прямой эфирде отырып өлең айтқандар. Шоттап кетті ғой, мара. Қойшы, Құдай сақтасын. Это твое убеждение. Прямой эфирге шығып өлең айтқандар соттап кетті ғой деп Мұрат Әбілда. Мұрат Әбілда өлең айтқан үшін сотталған. Сен прямой эфирге шық. Дау еске алсаш, пожалуйста, сосын жата беріңдер. Деп қоясың. Айттым ғой кітапты, сам себе. Разбуди в себе исполина. Шариғат үкімдері. Мұхан Исахан. Сағат деген 12 жарым болып, біздің үйде тіршілік қызу қанды тіршілік болып жатыр. Бізде 9-да, кешкі 9-8-де қалай тіршілік қайнайды, сол сияқты біздің үйде түнгі 12-де тіршілік қайнап жатыр. Бізде вообще ауысып кетті ше режим. Режимді дұрыстайтын адамның отысы мынау, дым бір көзінде ұйқы жоқ. Ұйқы кеп те жатқан жоқ. Қазір мен жатып медитация жасаймын. Таңға дейін. Мен медитацияның кәдімгі әсерін естідім да, сездім да, көрдім, көзім жетті, 1000 мәрте көзім жетті. Сол үшін медитация жасауды тоқтатпаймын. Түн болсын, күн болсын, таңғы 5 болсын. Қорықпаймын ше. Біреулер айтады, мен медитация жасауға қорқамын дейді да. Көзіммен немді киіп аламын да. Менің қызымның аты Айнара, сіз сияқты сұлу қызым, сіз сияқты ақыл саналы болсын. Рахмет. Менен асып түссін да. Убеждениені аффирмациямен ұстаймыз ба? Ол да как бір практикасы, убеждение өзгертудің практикасы. Но убеждение егер түбінде жатса, 5 санада терең бойлап кеткен болса, уже оны жай ауыздан шыққан аффирмация оны өзгерте алмайды. Оған сезім қосылу керек, оған тән қосылу керек, оған әсер қосылу керек. Өйткені біздің бейсана құр сөзді түсінбейді. Бейсана іші сөзге түсінбейді. Бейсана не нәрсеге түсінеді? Сезімді түсінеді, образды түсінеді, және де әрекетті түсінеді. Осы үшеуі біріккен кезде бейсанаға четко жетеді. Менің медитацияларымда осы тыңдап жүрген адамдар болса, осы жерде айтады, міндетті түрде елестет, аспаннан нұр төгіліп тұр. Ол сенің жаңағыдай рухани байлығың, көктен құйылып жатқан нұр, ол сенің рухани байлығың. Ол сенің жерінен кіріп жатыр. Образ ба? Образ, иә. Жерді елестет, жерден материалдық байлық, бүкіл жер ана саған материалдық байлықты беріп жатыр. Табаныңды сез, және елесте табанынан келіп жатыр. Енді орныңнан тұр. Әрекет па? Әрекет. Сен жатыр, отыр едің ғой, енді орныңнан тұр. Сен көктегі нені ал, жердегі нені ал, енді осылай не жаса, деген сияқты сондай әрекет, образ және сезім. Енді осылай сезін, жылулық тарап жатыр аяғың арқылы, енді жеңілдік сезін деген сияқты мен бәрін айтып тұрамын. Мен осы принципиально менің медитацияларымда 5 саны түсінетін 3 нәрсе қатаң ескерілген. Өйткені медитация еш сөзге түсінбейсің, аффирмация айта береді. Ол түсінбейді. Егер сен аффирмацияң, я прям программалап тастайтын аффирмацияңа образ қосылса, то есть ты визуализируешь,
четко визуализируешь. Визуализацияң да четкий болу керек. Ол иіс, көзбен көру, құлақпен есту, дәм сезу, барлық бес сезім мүшесі қосылып тұрып аффирмация болады. Сезіну мына жүректен шығады. Жүрек қосылмаса, мына жүрек, біз көбіміз жүрегімізді сезбейміз ғой. Мына жақтан эмоция шығады ғой. Сол эмоция шығатын жүректі біз сезіне алатын болсақ, ол кезде біздің жаңа медитация түпсанамызға әсер етеді. Образ, әрекет және де сезім. Әрекет деген медитация кезінде, сіз медитация жасауыңыздың өзі әрекет. Медитация кезінде қолыңды жүрегіңді ұста, или там дыхание жаса, мұрнымен ауаны ал, аузымен осылай шығар деген сияқтың барлығы әрекет. Осы үш нәрсені бейсана түсінеді, қалған сөзге түсінбейді. Не үшін жазу практикаларын жаса деп айтады? Және жазған кезде әрекет қол қосылып тұр, тән қосылып тұр процесске. Сезім келеді, потому что қол мен жүректің арасында өзара байланыс бар. Сезім міндетті түрде жазған кезде сезім келеді. Қол мен ручкамен жазған кезде. Одан кейін образын уже сен жазған нәрсені көзіңмен көріп тұрсың ғой, елестете аласың, көзіңмен көрген нәрсе, әрекетің бар, елестете аласың, образ бар, сезім бар. Жазба практикаларының ешқандай сиқыры жоқ. Сиқыры осы, сен просто бейсанаң түсінетін үш нәрсе бар жазу практикаларында. Өзіммен жұмыс, қандай медитация жасайсыз? Мен Джо Диспензаның медитациясын жасаймын. Энергоцентрлерді қуаттауды жасаймын. Өзіммен жұмысты бастаймын, жарты жолда тастаймын, аяғына дейін қалай жасауға болады. Прокрастинация деген термин бар. Бір істі бастап соңына жеткізбеу, шаршап қалу, ерініп қалу. Медитацияны қолым қай кезде сол кезде жасаймын. Жатарда медитация жасаймын. Таңертең тұрып та жасаймын. Айнара өзіңе махаббат медитациясын алғанмын. 5 ретте сезіндім, рахмет. Өзіңізге махаббат пайда болған кезде сізге ақша келеді. Отвечаю. Деньги равно любовь к себе дегенге көзім жетті ғой. Сіз өзіңізді жақсы көрсеңіз, сізге ақша келеді. Ақша өзін жақсы көретін адамдарды жақсы көреді. Медитацияны жарты сағат, 20 минут, 1 сағат кете береді. Смотря қандай медитация. Неше минут жасау керек медитацияны әсер болу үшін? Оқыдым. Менің психологым айтты, медитация түпсанаға әркімді тыңдауға болмайды деп білерсіз. Сізге өзіңізге приятно, сіз сенетін адам болса, соны жасауға болады. Сосын ол медитацияны білімі бар адам, сөзді түсінетін, бейсанаға не әсер етті, не әсер етпейтін, то есть психологиялық адамның жан дүниесі туралы білім алған адамның медитациясын тыңдауға болады. Алған жерден курс оқып, мына жерден курс оқып, немесе біреудің медитациясын алып, оны басқа өзінің даусымен жаза салатын, артындағы звуктарға мән бермейтін, сондай медитациялар тыңдауға болмайды. Ондай медитация өкінішке орай қазір өте көп. Ештеңені қиындатпау керек. Анау бола ма, мынау болмай ма, анау неше минут. Джо Диспенза айтады, нет неправильной медитации, нет плохой медитации. Джо Диспензаның сөзі. Джо Диспенза барлық проблеманы медитациямен шешеді. Развивай свой мозг деген кітабы тұр міне. Полный медитация туралы. Мидың толқындарына медитация қалай әсер етеді. Мен сам себе посоветовать тұрған жерде. Полный медитация туралы. Сила подсознания деген кітабы бар. Полный медитация туралы. Медитация адамдарға қандай да бір зияны тиетін болса, оны бүкіл әлемді өзіне қаратып, өзін тыңдатып отқан адам сөйтіп айта ма? Ол жауапкершілік қой. Медитация таңертең ғана жасаймыз, адамды шынымен өзгерте ма? Егер сіздің ішіңізде сенім болса, сіз тұрақты түрде жасайтын болсаңыз, және серьезно қарайтын болсаңыз, өзгертеді. Расстановки считаете правильным делать заместителями или индивидуально нужно делать заместителями? Мен расстановка жасамаймын, бірақ расстановкаға барған бір-екі рет. Әсері туралы білмедім, ештеңе айта алмаймын. Қазір сатылымда ешқандай продукт жоқ, менде апрель айында бұйырса болады. От души рахмет, сізге рахмет. Не үшін рахмет? Мақпал Қарижан медитациясына ойыңыз. Енді ол кісі Гарвардта оқыпты ғой, Гарвардта оқыған, миды көп зерттеген. Сол үшін алдым, Гарвардта оқыдым дегенше. Мен ойладым, мен қазір медитация жасаймын, андай бір сапалы звукпен деп ше, ол бүйтіп телефонды қойып қойды да, тікелей телефоннан бір ютубтан бір музыканы қоса салған сияқты. И өзі сөзбен айтып тұрды. И мені отвлекать етті анау ше, звук бірсе бүйтіп қозғалтады, анау терезесі ашық тұрма жағынан скорый өтеді, машиналар жүреді. Көп отвлекаться еттім. Кешкінде жасадым. Медитация деген
сапалы болу керек сияқты. Мен сапалы медитацияларды тыңдағанды жақсы көремін өзім. Дауыс анық, шумсыз. А так ол кісіден вообще әркімнің өзінің коучы болады, әр адамның өзінің тыңдайтын адамы болады, әркімнің өзінің аудиториясы болады. Сіздің өзіңіздің құлағыңызға жағатын, миыңыз қабылдайтын, тәніңіз қарсылық тудырмайтын, приятный сізге, дауысы да приятный, түрі де приятный болады ғой, это мой человек дейтін ше. Сондай жаныңызға жақын өзіңіздің психологыңызды, коучыңызды, жалпы наставнигіңізді тауып алыңыз да соны тыңдаңыз. Белгілі бір уақыт өткеннен кейін сол наставникті тыңдағыңыз келмей қалып, басқа уровеньға өтесіз да. Мысалы менде бір жыл бұрын басқа адамдарды тыңдап жүрдім, қазір басқа адамдарды тыңдап жүрмін. Бірақ мен Джо Диспензаны медитациясын өзінің лекцияларын қазір мүлдем тыңдап жүрген жоқпын, кітаптарын оқып жүрген жоқпын да, ол уровеньнен өтіп кеттім. Бірақ медитация почему-то маған кіргізіп жібереді да, ұшып жібереді. Сол үшін мен ол кісінің медитациясын жасаймын. Ал мен қазір оқып жүрмін, тыңдап жүрмін Бехтерева, Наталья Павловна Петровна Бехтерева деген кісі, королева мозга. 50 жыл бойы миды зерттеген. Ол айтқан ғой, миды былай зерттедім, соңында мен Құдаймен сөйлесетін болдым. Атеистік заманда өмір сүрген, КСРО-ның кезінде өмір сүрген. Мен миды зерттеп, томографиядан да, сканерден, небір түрлі аппараттан мидың ішінен көріп, мен Құдайға сенемін деді ғой. Сол кісінің нелері маған өтіп жатыр. Баяғы СССР кезінде передачаларда айтқан сөздер. Сосын кітабын сатып алғам. Магия мозга деген ше. Сол Наталья Бехтерева. Но түсінбей жатырмын. Шынымен түсінбей жатырмын. Басын оқыдым да, сосын қалып қалды, тыңдай берейін дедім. Өйткені ғылыми әдебиет бұл ше. Бұл кәдімгі научный дәрігерлерге арналған кітап екен. Өзін жақсы көру үшін, өзін жақсы көру медитациясы. Сосын біздің миымыз қазақ тілінде, егер сіз қазақша мектепте оқыған болсаңыз, қазақ тілінде сөйлейтін болсаңыз, сіздің миыңыз қазақша медитацияларды жақсырақ қабылдайды. Гендік жадыңыз қазақша сөздерді жақсырақ қабылдайды. Сәлеміз бе, қанша медитацияңыз бар, жатырмын бәрін жақсы. Ең сапалы, мен әрқайсысын $200 жазырған медитацияларым бар. Солар сатылымға шығады апрельде. Поток жобасында ішінде пакет медитация, пачка медитация соның ішінде. Еще видео сабақтарымен түсіндіру не үшін жасау керек. Мысалы, жаяу жүру медитация при ходьбе не үшін жасаймыз, сол туралы. Қайта туылу медитациясы не үшін керек, сол туралы видео сабақ. Сосын жаңағыдай терапия жасаймын, топтық терапия. Дәл сол поток жобасының қатысушыларымен. Ризық естігі үшін алғансым шексіз рахмет. Ризық естігі менің ең любимый проекттерінің бірі. Мен бағасын әлі айтқан жоқпын. Енді әркімнің методикасы әртүрлі. Біреу сөзбен емдейді, мотивация береді. Біреу енді сөз ғой, адам ойдың, ой сөз арқылы жетеді. Мен қазір сөйлеп отырып түсіндіріп отырмын сіздерге. Бірақ түп санаға жетіп жатыр, санаға. Через сана түп санаға да жетеді. Ал түп санаға тікелей ол жақтағы көп программалармен жұмыс істеу үшін жаңағы 3 нәрсе керек. Образ. Мысалы, елестет, мамаңды елестет, папаңды елестет, сіз елестетесіз. Мысалы, мен айтып тұрмын, сізге елестет, мамаңды, папаңды. Сіз олардың образын елестеттіңіз, образ жетті. Менің сөзім жеткен жоқ сіздің түп санаңызға. Сіздің өзіңіздің мамаңды елестет деп айтқаннан кейін, сіз елестеткеннен кейін сол түп санаға мамаңыздың образы жетті деген мысал ретінде айтсам. Терең демал дедім. Терең демал деген сөзім сіздің түп санаңызға жеткен жоқ, сіздің санаңызға жетті. Сіз санаңыз арқылы маған терең демал деп жатыр, значит деп отырдыңыз сіз. Әрекетіңіз түп санаға жетті. Сезімді айтамын, жеңілдеңіз, босаңсыңыз, немесе шүкірлік сезініңіз. Менің сөзім сіздің түп санаңызға жеткен жоқ. Сіздің өзіңіздің сезім деп жатыр, мен құрсын сезінейін деп, жүрегіңізге назарыңызды апарып деп сезініп отқаныңыз жетеді түп санаға. То есть, қыздар, жігіттер, сөз түсіну керек. Айтылып жатқан әңгімені түсіну керек. Бәріміз прямой қабылдаймыз ше. Кішкене сауаттырақ болайық. Сауатты болған біз кітап оқу көмектеседі. Қыздар, 2000 теңгелік квантовый дұға бар, 3000 теңгелік нейроөзгеріс бар. Нейроөзгерістің ішінде 2 медитация бар. Медитацияны сіздің күшті тынышталамын, тыңдасам кәдімгідей сергемін. Бехтереваны мен де тыңдап жүрмін. Молодец. Айнара Сегіздің ұстаға қайсыны ұстау керек? Сезім жаңғырттың видеоларын тыңдап көріңіз. Видео сабақтар, медитация неде бар. Егер мышлениемен арықтаудағы, артық салмағыңыз болса, мышлениемен арықтау проработкасын тыңдаңыз. Вот сол терапиялық әсері бар. Адакондадан алған
Падакоттедің білімімен сол кісіден білім алып сол кезде мен жаздым оны. Одан кейін әйел магиясының ішінде энергияны көтеретін аудиопрактикалар бар, соларды тыңдаңыз. То есть прям ереже жоқ ше. Сізге не керек қазір? Сіз тақырып жазып тұрған жерде 5D матрицаға өтетін медитация немесе арықтататын медитация. Сізге не қажет, соны жасай беріңіз. 18 апрель деп отырмын. Түпсана деген түсінбеймін. Түпсана ми бар ғой, біздің миымыз бар. Ми бастың ішінде ғой ми. Сол мидың екі бөлігі бар. Я? Ол мидың несі бөлігі көп. Амигдала, префронтальная кора, гиппокамп деген сияқты білу. Оларды білу маңызды емес та. Маңыздысы сіз сол миыңыз екі бөліктен тұратын түпсана және сана. Сана деген логика, ақыл. Қазір мен логика, ақылмен сізге сөйлеп отырмын, сіз түсініп отырсыз. Ал түпсана деген сіз шешім қабылдайсыз ғой. Мысалы, ертең барып мошенникке алданасыз, иә? Құдай сақтасын, мошенникке алданасыз. Ол сіздің шешіміңіз ғой. Сіз ақшаны бердіңіз. Оны сізге жасап тұрған түпсана. Мысалы үшін, или тағы не бар еді? Шешім қабылдайтын кездерде сізге түпсана шешімді қабылдатады. Недавно Динара Сатжан эфир тыңдадым. Қазақша медитация қазақ үнмен неге жоқ дейді. Сізде бар ғой, неге танытпайсыз? Берекетті дүние бар ғой. Динара Сатжанға барып мен медитацияны таныту үшін мен оған 6 миллион теңге төлеуім керекпін. Динара Сатжанмен сұхбатқа шығу 6 миллион теңге тұрады. Ондай сұхбаттарға шығу ақша тұрады, үлкен ақша тұрады. Менің өзімнің аудиториям бар, пока соларға көрсетіп аламын, нәтиже көрем, 100% сенімді болам. Көп адамға прям осы қазақша үнмен медитациялар әсер еткен. Сол кезде мен 6 миллион теңгемді апарамын да бүкіл Қазақстанға танытам. Бір сағат медитациялар 38, 40, 50 минут әртүрлі. 20 минуттықтар да бар. Менің телеграм каналымда медитациялар бар, тегін медитациялар, солар тыңдап көріңіздер. Медитация. Айнара ханым, менің жасым келіп қалды, тұрмысқа шыққым келеді, қандай медитация жасасам болады? Кванттық дұғалардың ішіне болашақ жардың энергиясынан қосып дұғасын оқыңыз. Кәдімгі дауыстап оқыңыз. Айнаға қарап оқыңыз. Негізі болашақ жарға энергиясынан қосылу, сол сөздермен бір аудиопрограмма жазып қойғым керек еді. Осы сұрақ көп келеді соңғы кезде ше. Ризыққа қатысамын. Келесі Рамазанда қатысасыз бұйырса. Аман есен жетейік келесі Рамазанға. Достар, сағат 1 болды. Жақсы отырыс болып жатыр негізі, өзіміз отырып шай ішкендей. Жақсы көремін сіздерді. Сіздердің арқаларыңызда осылай блогер болып жүрміз ғой. Қарамаса ешкім, эфирге кірмесе ешкім емеспіз ғой. Сондықтан да рахмет, алтын уақыттарыңызды бөліп эфирге кіріп, видеоларымды көріп, лайк басып, комментарий жазып жүргендеріңізге, ұсынып жатқан продуктыларымызды алып жатқандарыңызға мың мәрте рахмет, алғыс айтамын. Жаңа қыздармен отқан кезде 24/7 қосылып тұратын камера туралы айтылды да. Алла тағаланың камерасы 24/7. Сен любой нәрсе істеген кезде прям өтіріксіз, 1 грамм өтіріксіз, шынайы көңілмен, дұрыс ниетпен бер. Адамдар мүмкін білмес, сен мысалы күшті мақтап жатқан продуктың, бірақ оның артында қандай былық тұр, мысалы мына жақта керемет қылып көрсетесің, бірақ өзіңнің өмірің быт-шыт болып жатыр деген сияқты. Сен адамдарды алдай аласың, бірақ 24/7 қосып тұратын Алла тағаланы алдай алмайсың. Сен өтірігің үшін жалпағынан түсіруі мүмкін да Құдай. Сондықтан ниет, кеше ризық есігіне ниет туралы көп айттық қой, ниет бөлек, тілек бөлек деп ше. Ниетті дұрыстау, ниетті туралау, ниетті қалай постоянно ниетімізді дұрыстап отыруымыз керек, ниетімізді туралап отыруымыз керек. Сондықтан да шын көңілмен, аспандаған баға қоймай, 200-300 мың деген баға жоқ менде онлайн курстарға. Барлығы қолжетімді, тегін сұраған адамдар одан ешқандай нәтиже шығармайды. Құны бар дүниеге құн төлеп үйрену керек. Мысалы, мен ютубтан бір видеоны көрсем, астына обязательно лайк басып, комментарий жазып кетемін да. Менің өзім пайдалы нәрсе алып жатырмын ғой. Соны мен өзім қайтаруым керек. Сені Құдай бар ғой, көріп тұр. Мен соның энергия обмен болған жерде Құдайдың өзін алғыс білдіріп жатыр екен, мынаның сезімі шүкірлік екен деп, маған да нығметтердің есігін ашып қояды да. Ойбай, менің лайкымнан ананың просмотр көбейіп кетеді, ананың лайкі көбейіп кетеді деген. Бізде сондай бір не бар ше. Сондықтан энергия обмені всегда болу керек. Құны бар нәрсеге құн төлену керек. Ол адамның уақыты, ол адамның энергиясы, ол адамның жылдар бойғы білімі. Мысалы, кеше маған бір қыз айтады, сен қазір күшті
күшті келе жатсың ғой дейді да. Жарқ етіп жатыр. Биыл сен жарқ еттің ғой дейді. Мен айтамын, биыл жарқ етіп аяқ астынан топ етіп түсе қалған жоқпын. Мен жылдар бойы жасадым ғой контентті. Сол жылдар бойы жазған контенттің накопительный эффект деген кітап бар ғой. Сол накопительный эффект болды да. Биыл мен кәдімгі бұрын соңды таппаған ақшамды тауып, просмотрларым көбейіп, сондай жақсы результаттар, ұсыныстар үстінен түсіп, үлкен миллионник блогерлермен жұмыс жасап деген сияқты. Сондай биыл болып жатыр да. Ал оған алып келген бұл аяқ астынан бір жасалған нәрсе емес, еңбек қой. Мен жылдар бойы жасадым. Телеграмға, ютубқа, тиктокқа, инстаграмға жылдар бойы контент жазып келдім. Атқан жоқ. 100 лайк, 50 лайк болды. Окей, жарайды деп ары қарай баса бердім, тоқтаған жоқпын. Сөйтіп әйтеуір адамдардың көзіне солай контентпен түсті. Мен таргетке ақша салып, күйеуімнен ақша алып, оны апарып бір неге маған реклама жасаса, осы ақшаға деп жарқ бұрқ ете қалған жоқ. То есть әркімнің өзінің жолы бар. Может, біреудің жолы сондай, через реклама, біреудің жолы контентпен. Менің өзімнің жолым контентпен, бірақ та қазіргі заманның нарықтың талабы сол. Сен инстаграмға ақша салмасаң, инстаграм саған ақша әкелмейді. Сен өзіңнің личный брендіңе ақша салмасаң, личный брендің дамымайды. Бұл жерде де құн төлеу. Құны бар нәрсе ғой. Личный бренд деген сен өзіңді танымал етіп алсаң, личный бренд деген сол танымалдылық. Сен өзіңді танымал етіп алсаң, сенің атың саған жұмыс істейді, реклама келеді, ұсыныстар келеді, немесе сенің бір қандай продукт сатасың, Қытайға шуба әкелсең, шубыңды аудиторияға алады деген сияқты. Ал оның личный брендке сен құн төлеуің керексің. Құнды қалай төлейсің? Сен Динара Сәтжанға 6 миллион беріп, оның подкастына шығып өзіңді танытасың, либо жылдар бойы білімге ақша құйып, ол білімді тегін айтып, өзіңді танытып, немесе таргетке миллион теңге саласың бір айға, күн сайын сенің бір видеоң шығарып тұрады таргет. Солай сен құн төлемесең, саған құны бар нәрсеге құн төлеу керек. Сол сияқты мысалы мен қандай да бір продукт сіздерге ұсынып жатсам, айтып жатсам, оған құн төлену керек. Сол кезде ол сізге әсерін береді. ютубыңыздан өте пайдалы біліміңіз мүмкін. Сонымен ютуб дегенді қолға алып менде бір мынандай нәрсе бар да, идеальность деген телевидение сияқты болу керек деген мен андай үйде отырып алып бүйтіп аяғын көтеріп бүйтіп айта салатын әңгімелер ретте жүрген көремін. Мен неге қиналып жүрмін, мен неге өйстіп отырып айта салмаймын деп ойлаймын Айнархан қайлы кеш бір видео көрген едім. Бір аяғы жоқ, соны көргеннен бастап бір аяғым түсіп қалатын сияқты қорқыныш бастала береді. Сол ойдан қалай арылу? Психологқа бір реттік терапияға барып қорқынышыңызбен жұмыс істеңіз. Немесе өзіңіз анализ жасаңыз. Өзіңізге ол оның тағдыры, оның тағдырына значит сондай бар. Менің тағдырым бөлек. Менің аяқ қолым сау. Қазірдің өзінде аяқ қолым сау. Аяғыңызға благодарность айтып, өзіңіз настройка жасаңыз. Денеңізді бүйтіп қатты қорқып кеткен кезде денеңізді бүйтіп ұрып, өзіңізге қайтыңыз, өзіңізге оралыңыз. Бүйтіп немесе жаяу жүріп келіңіз. Умды успокаивать ету керек қой. Сіз аяғым жоқ болып қалады деп қорқып жатқан жоқсыз. Сіз өзіңіздің умыңыздан қорқып жатсыз ғой. Ум деген қорқыта береді Умнан қорқамыз ғой. Мысалы болашақ деген әлі келген жоқ. Ертең не болатынын ешкім білмейді. Кешегі өтіп кетті, ол да келмейді. Бірақ біздің ум болашақты көрсетіп, болашақта айтып, өткен шақ туралы есімізге түсіріп, бізді ум қорқытады. Бізді ум түсіреді неге ескі программаға. Біз умнан қорқамыз. А так, здесь и сейчас болсаңыз, дәл қазіргі сәтте терең тыныс алыңыз, дәл қазір екі аяғыңыз сау, көзіңіз көріп тұр, заман тыныш, наурыз мерекесі. Дәл қазіргі сәтте не болып жатыр? Түн, тағы не, ұйықтаймыз қазір, Аллаға шүкір. Ертең көреміз. Кеше ол өтіп кетіп келмейді. Вот здесь и сейчас Алла тағала өзінің рухына үрлеп тұр деген сияқты. Тынысымыз бар. Кеше Малаховтың бір видеосын көрдім да, сол айтады Малахов. 20-шы жылы коронавирус кезінде бір үлкен ата ауырып қалады. Сөйтіп оны искусственный вентиляция легкихқа аппаратқа жатқызады. Сөйтіп ол аппаратта ата бірнеше күн жатады да, сөйтіп бір күні дәрігер кісі есін жиғанда ата айтады, бізде аппаратта жату, реанимацияда жату күніне осынша доллар, осынша теңге, біз теңге деп айтайықшы, осынша теңге сіз төлеу керексіз деп айтады. Сол кезде ата жылап жібереді, өкіріп тұрып. Не үшін жылап жатсыз, ақшаңыз жоқ па дейді. Жоқ, ақша үшін жылап жатқан жоқпын, ақшам бар дейді. Не үшін жылап жатсыз дейді. Мен 90 жыл бойы тегін ауаны жұтып келгенім үшін жылап жатырмын. Қандай нығмет бұл тегін ауаны жұтқанымыз. Мен соны ойлап, қазір соның несіне соған көзім жетіп, не деген нығметті 90 жыл бойы тегін тұтынып келдім, соған тәубеме келіп жылап жатырмын деген ғой. Біз өзімізде бар нәрсенің тым қадірін білмейміз. Ауа,
тыныс аламыз. ертең күшті рилсім шығады таңертең. Қанша адам бұл өмірде көзі көрмейді. Неше миллион адамның көзі көрмейді. Сіздің көзіңіз көреді. Неше миллион адам құлағы естімейді. Сіздің құлағыңыз естиді. Неше миллион адам өзінің аяғымен жүре алмайды. Сіздің аяғыңыз жүреді. Дәл қазіргі сәтте. Ертең не важно? Кешегі не важно? Дәл қазіргі сәт важно. Егер біз дәл қазіргі сәтке өзімізді әкеліп, сол қазіргі сәтіміз үшін шүкірлік айта берсек, шүкірлік айту емес, шүкірлік ет дейді. Демек әрекет, шүкірлік деген әрекет. Шүкірлік айтыңдар демеген Құранда, шүкірлік етіңдер, шүкірлік етсеңдер арттырам. Значит, это действие, әрекет. Сондықтан да шүкірлік етуіміз керек. Вот телом сезінуіміз керек шүкірлікті. И әрекетпен. Әрекет деген не? Мысалы, Құдай маған бір қандай да бір талантты береді. Мысалы, мен жаза аламын, әдемі текст жаза аламын. Мен сол текст жазу арқылы Құдайдың берген талантына шүкірлік етіп жатырмын. Мен жаза алмай қойшы, мен ерінем, қойшы, құрсын жазбай қойшы. Кітаптар толып чат GPT бар. Не істеймін, жазып деп отырған жоқ. Мен жазамын. Ол менің Құдайдың берген маған талантына шүкірлік еткенім. Сол сияқты сіз күшті нан пісіресіз ба? Қолыңыздан не күшті келеді? Соны жасасаңыз, сіз Құдайға берген еткен шүкірлігіңіз. Ал шүкірлік етсеңіздер арттырамын дейді. Сіздің медитацияларыңыз қатты өтті, маған рахмет, Ризық Есігі. Сол Ризық Есігі 5 мың теңге 30 практика бар. Ішінде оның 4-5 медитация, даже 6-7 медитация, перепрошивка сценариев ол жерде сценарийлерді қайта жазатын техника, аудиопрограмма бар, терапия. Ол терапия ол. Одан кейін Ризық Есігі, Луиза Хейдің 50 миллион теңге деген несі бар, медитациясы бар. Одан кейін шүкірлік аудиотерапиясы бар. Қаншама нәрсе 5 мың теңгеге. Соның өзінде ше тағы. Қыздар, құны бар, ол әр нәрсенің құны бар, құн төлеу керек. Құн төлеуден ешқашан қашпаңыздар. Егер де қашсаңыздар, по-любому басқа жерден сол құнды төлетпей қоймайды. Біреуге жұмыс жасасаңыз да, ақшасын алам, болды, қалай осылай жұмыс істеп беремін десеңіз, ол қазіргі зумерлерде сол көп ше, біз миллениалдарда ол жоқ, бізде жауапкершілік деген бар. Өліп талып жұмыс істеп береміз ғой, бір берген кішкентай ақшасына ше. Ал қазіргі зумерлер бір видео жасай ма, 15 мың, 20 мың деп бағаны смело айтады ше. Бір 2 сағаттық жұмыс қой, өздерін бағалау зор. Ал біз 15-20 мың теңгеге, мен 5 мың теңге Ризық Есігін сатып 30 практика берген сияқты. Сөйтіп зумерлерден өзімізді бағалауды үйренуіміз керек қой. Өзіміздің еңбегімізді бағалауды. Алайса анам 4-ші стадия онко ауырып жатыр. Мен тек дұға жасап жатырмын. Денем осы состояниеге үйретіп жатыр. Қалай шығамын осыдай? Қабылдау ләззат, қабылдамау азап дейді ғой. Біз қабылдай алмай отырып, қабылдау кезінде жеңілдейміз. Құдайдың қолында ғой, Құдайға тапсырамыз деп ойлаймын енді. Айығып кетсін, анаңыз аяғына тұрып кетсін, аттай шауып кетсін. Эмоцияны Джо Диспенза айтады да, тәнді емдемес бұрын эмоцияны емдеңдер деп ше. Эмоцияны емдеу керек. Вообще барлық аурудың негізі, түп негізі эмоция. Эмоция деген бізде сау адамда тихая радость деген эмоция болу керек. Тыныш, қуаныш. Біз қуаныш деген кезде дейміз ғой. Ол эмоция, ол всплеск та. Тойға барған кезде, билеген кезде құтырып дейміз. Бірақ адам постоянно деп жүре алмайды ғой, қуанып. Ол эмоция да, ол қатты қуанған кезде шығады. Ал постоянно адамның эмоциясы, күйі, тихая радость болу керек. Вот это ең сау адамның эмоциясы. Тихая радость, анау Мона Лиза деген картина бар ғой. Мона Лиза картина неге бүкіл әлемді өзіне қаратады? Өйткені ол жердегі Мона Лизаның жүзінде, түрінде, оның состояниесінде тихая радость бар екен. Сөйтіп ғалымдар соны зерттепті ше. Соның феномені неде сол картина? Оказывается, там состояние. Вроде просто қыз қарап тұр. Жай қарап тұрған жоқ. У нее состояние тихая радость. Сол сияқты өзіңізді тыныш қуанышқа әкеліп отырыңыз. Қазақша аударғанда солай болады шығар деп ойлаймын. Возвышенная эмоция деп айтады оны. Джо Диспенза возвышенная эмоция. Қуат, билеп, деу емес. Адам шаршап қалады, ол энергетически это невозможно постоянно қуану. А тихая радость, сен өзің ішіңде, өзіңмен өзің қуанышты сәтте боласың, күйде боласың. Ойға құрықта береді, шашта береді, бәле іздеп тұрады. Ал сен омға бағынып кетпейсің, сен өзің жүрегіңе түсесің, а жүрек всегда тихая радость деген состояниеге сені әкеліп тұрады. Просто далаға қарайсың. Көктем келді, күн шықты. Тихая радость. Таңертең завтрак ішетін бала шағаң отыр. Тихая радость. Аяқ қолы жүреді сау. Тихая радость. Вот это тихая радость. Сол состояние. Сіз сабақтың басында айттыңыз, сол сабақты алып қарамай кетіп, бірінші өздеріңіздің ақыларыңа кірмеңдер, сол сөзден кейін сабақты уақытылы қарап жасап жүріп.
Молодец. Вот видите, отличник қыздар сондай болады. Менде де мен сабақты алам, өлсем де түнде ұйықтамасам да қараймын ғой. Мысалы кеше алдым ғой Мақпал Кәрімжан салам. Өлсем де жатсам тұрсам да көр. Бүгін 2 жерге бардым, қонаққа бардым, бала-шағамен қыдырдым. Тыңдадым. 5 сағат бір зум, 5 сағат ұйықтап қалып әйтеуір тыңдап жүрмін сонша. Так что сабақ алдыңыздар ма? Тыңдаңыздар. Ол по-любому алған сабақ по-любому әсерін береді. Ол әсерін бермейді деген мүмкін емес. Ол сіздің ойыңыз әсерін бермейді қой. Сіз ашпайсыз, сол әсерін бермейді деп ше. Ал ашып оқып көріңізші, әсер аласыз. 5 мың теңгелік сабақ. Кеше ризық естіген сатылмай тұрған үйім сатылып кетті дейді. 5 мың теңгелік сабақ. Тағы не істеп едім? Көктемгі лотты алдым, күшті, әдемі түрім ұнап жатыр, өзіне махаббат ашылып жатыр қыздардың. Кеше ғана алған. Поэтому қыздар, барлық сабақтың, барлық кітаптың бәрінің әсері бар. Мысалы біз мектепте оқыдық, мысалы ретінде географиядан ақш-тың астанасы не еді? Вашингтон ба? Соны айтты ғой бізге ше. Мы же запомнили. И бір жерге бардық, бұл мектеп күйінде қалды. Біз бір жерге бардық, саған келіп ақш-тың астанасы не дегенде тупить етіп тұрмайсың. Вашингтон деп еркін айтып. Әсерін берді ме мектепте оқыған әсері болды, иә. Тістері жоқ. Экспертке ойыңыз қандай? В смысле тістері жоқ? Қалай сөйлейді тістері жоқ болса? ақш-тың астанасы Вашингтон деп дұрыс айттым ба, қыздар? Бір үлкен, сондай авторитетный кісі, жаңа Ұлыбритания мен Лондонда екеуін екі мемлекет деп тұрған кезде жаман болғам ше. Ту әттең ай деп. Мен ақш-тың астанасы Нью-Йорк деп айтып жаздадым да, аузыма Вашингтон түсті. Сонда оққан болып тұрмын ғой, мектепте есімде қалып тұр ғой. Менің ақш-қа бару деген арманым жоқ пока. Ақш-қа баруды бәрі армандайды ғой. Қазір еще американская история любви болып жатыр ғой. ақш-қа бару деген вообще желание жоқ менде, вообще любовь жоқ ол мемлекетке. Білмеймін неге екенін ше, қыздар. Өйткені менде аэрофобия бар. Аэрофобия менде бұрыннан жоқ. Приобретенный аэрофобия бар. Мен самолеттен қорқамын. Турбулентностьқа қатты түскенбіз. Прям турбулентностьтың көкесіне түскен ғой мен. Сіздер ондай турбулентностьқа түскен жоқсыздар. Содан кейін мен қатты қорқамын. Сосын ойлап қоямын, ақш-қа 13 сағат ұшады екен. Стамбулға дейін 6 сағат, 6 сағат ары қарай 13 сағат па? В общем, ұзақ ұшасың. Ойлап қоямын, блин. Кілең білмейтіндер жиналған сияқтымыз ғой. Неужели 60 адам ішінде ақш-тың астанасын білмейді? ақш-тың астанасы. Еще мен балалармен күнде ойнап жүрмін география. Ананың астанасы, мынау ненің қай елдің флагы деген сияқты ше. Ол жерде ақш шыққан жоқ ау бізге әлі. Жоқ, ақш-тың астанасы Вашингтон. Джордж Вашингтонның құрметіне қойылған. Миымда тыныштық, ештеңе ойлай алмаймын. Айнала адамдарды оқымай қабылдап тастадым. Өзім бөлек әлем болып қалғанмын. Аманжол қызы, сіздің состояниеңіз тихая радость деген состояние. Тихая радость деген состояниеде сіздің умыңыз, сіздің анау үйтіп жатыр, мынау бүйтіп жатыр, қара анау озып жатыр, сен қалып жатсың, анау миллиондар зарабатывает, ты не зарабатываешь, ертең ойбай бәле болып қалуы мүмкін, ертең девальвация болып қалуы мүмкін деген сияқты нәрселерді мен сізді алаңдатпайды. Это есть состояние тихой радости. И менің медитацияларымның басты мақсаты, басты көздегені осы тихое состояние күйіне жеткізу. Дұрыс, Вашингтон, әнекей. Алдында жаңағыдай одағай істеу деген нәрсе туралы не шығып кетті, әңгіме шығып кетті. Қазақ тілімен өте жақсы оқыдым. Олимпиадаға қатыстым да, қазақ тілімен әдебиет. Сөз таптары, 9 сөз табы бар екен. Зат есім, сын есім, сан есім, істеу етістік, одағай сөздер. Кәдімгі салттарды айтатын болсам, мен айтамын да, мен мына программаны ашпағаныма неше мектеп бітіргенімізге 20 жыл, почти 20 жыл болып қалады ғой. Ашпағанымызға 20 жыл болып қалды почти. Откуда я это все помню? Сонда бір кезде алған білімің по-любому сенің өміріңе әсер етеді. Мысалы мен сабақтас құрмалас, сағалас құрмалас деген сөйлемдерді білемін да. И мен текст жазып жатқан кезде адамдардың қабылдауына, оқуына сабақтас құрмалас, сағалас құрмалас, аралас құрмалас, вообще құрмалас сөйлем ауыр болады деймін да. Мен құрмалас сөйлемді екіге бөліп жай сөйлем қыламын. Басында бастауышы бар, соңында баяндауышы бар деген сияқты. Ортасында анықтауыш, толықтауышы бар. По-любому алынған білім кез келген жерде сені алып шығады. Бір білімің, бірақ алгебрада оқыған тангенс, котангенс, синус, косинус что-то. Бірақ мен ойлаймын, біздің өмірлік шешімдерді қабылдаған кезде сол формулаға салып біздің есеп шығарғанымыз бізге көмектеседі. Шемішке шағып сізді ұйып тыңдап отыр. Шемішке шаққым келіп кетті ғой. Мен де шемішкені өте көп шағатын адамдардың қатарынан. Мен туралы бір факт. Джинсы көк, соленый, полосатый алып аламын да. Шағып отырып подкасттарды тыңдаймын, зор кетеді ше. Лайфхак қыздар, подкаст тыңдағанда шемішке шағыңыздар. Қой, ұйықтайық, жатайық қыздар. С вами хорошо.
бір офлайн встреча жасау керек еді Алматы қаласында. Жазда құдай қаласа терапиялық нелер жасаймын, кездесулер жасаймын деп отырмын. Шемішкенің дәнінде жақсы витаминдер бар негізі. Жақында оқығам сол туралы. Бірдеңе гормонға әсер етеді. Бірақ көп емес енді. Сұрақтарыңыз жоқ болса, давайте пока сатып алған, бірақ деген шығаршылық болып жатыр. Менің медитацияларым деген жоқ қой. Деген сөз ше, ең бірінші пайда болған дыбыс. Адамдар сөз деген нәрсені білмеген кезде, бүкіл тіршілік иелері енді дыбыс пайда болған кезде деген ең бірінші пайда болған дыбыс. Поэтому музыка тыңдаған кезде де деп отырамыз ғой. Деп ше. Это же нормально. Шемішке тісті құртады. Жазда жасаңызшы. Күн жылғанда, күн ұзарғанда терапиялық кездесулер болады. Жаңағыдай фигуралармен деген сияқты. Мен іске енді қосылдым. Қош келдіңіз, төрлетіңіз. Төрге билеп шығыңыз демекші. Ақұдайлар туралы рилс шығарғым келіп отыр. Ақұдай деген сөз біздің Қызылорда облысында, біздің аралдықтар осы жерде жатқан. Біздің аралда Ақұдай деген сөз бар, өте святой сөз. Ең жақын, жақсы көретін адамға үй Ақұдай деп айтады. Бүгін сол ой не үшін келді маған. Жанболат пен Жазираның баласы үйленіп жатыр екен ғой. Жанболат біздің аралдікі ғой. Ақұдайлар деп айтып жатыр екен. Жылағым келіп кетті. Ақұдай деген сөз естіген. Алматыға келіп Ақұдай деген сөзді естімейсің ғой. Жанболат пен Жазираның құдалығында Ақұдайлар деп жатыр екен. Блин, қандай керемет сөз Ақұдай деген. Біздің аралда жақсы көрген адамға үй Ақұдай деп айтады ше. Ол буддизмнен шыққан жоқ. Ол дұрыс буддизм емес. Жеке қабылдауға орын жоқ. Сол мен уже 3-ші рет па 4-ші рет па қоштасам деп жатырмын, бірақ қимай жатырмын. Аққудай дегенді білдірді. Жоқ, Аққудай емес, Аққудай. Құдай. Үй Аққудай дейді. Аққудай емес, Аққудай. Құдай. Тайная терапия деген не дейді? Жасырын терапия деген шығар. Рахмет, вы прелесть. Все, давайте. Всем пока. Жақсы түс көріңіздер, жақсы жатыңыздар, жайлы тұрыңыздар, медитация тыңдаңыздар. Жақсы сөз айтыңыздар. Всем пока, всех люблю.